Қайырлы күн, достар. Бүгін екі ғана заттан сүзбелі жұмсақ сыр дайындайтын боламыз. Сүзбелі сырымызды тұз қосып, әртүрлі тағам дайындауда қолдануға болады. Сыр дайындау үшін бізге 2 литр сүтті қазанға құйып қайнатуымыз қажет. Осы кезде лимонның жартысын кесіп, шырынын дайындап аламыз. Қайнаған сүтімізге лимон шырынын құйып араластырамыз. Сүзбе сары суынан ажыраған соң, сүзгіш арқылы бөлек құйып аламыз. Сүзбемізді салқындатуға қоямыз. Содан кейін оны блендерге салып, тұз қосамыз. Жарты стакан сары судан қосамыз да, блендерде толық езіліп, жұмсақ массаға айналғанша араластырамыз. Ыдысқа салып, салқындатып аламыз. Таңғы асқа нанға жағып жеуге, бутербродқа қосуға болады. Немесе салат дайындауда пайдалануға да болады. Тіпті ролл дайындағанда да сүзбелі сыр керемет дәм береді. Міне достар, сүзбелі жұмсақ сырымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.